Қымбатты аналар, ұлт боламын десен, бесігінді түзе демекші, әр ана, әр шаңырақтың ұйтқысы болғандықтан, елімізде болып жатқан кез келген мемлекеттік шараға ат салысып, жас келер ұрпақтың тәрбиесіне, отанға деген көзқарасына біз аналар жауаптымыз. Адал адам отанын сүйеді, адал ақ жүрекке отан анасындай. Отанын, елдің дегенін істеу әрбір азаматқа қуаныш, мақтаныш болу керек. Отанға деген махаббаты, әсіресе анадағы махаббатты өлшеуге болмайды. Ананың жұдырықтай жүрегінің әрбір лүпілі тек перзент деп соғады. Ұрпақтың өсіп өнгенін, өмірдің жалғасын көргісі келеді. Өскелең ұрпақ мемлекет болашағы. Халқымызда бақ берерде елге ырыс қонады, ұстанған жолы дұрыс болады деген даналық сөз бар. Тәуелсіз қазақ елінің байрағы биікте желбіресін, шаңырағына құт ырыс қонсын десек, бәріміз бірге 2022 жылдың 20 қараша күні өтетін сайлауға бір адамдай қатысуға шақырамын.